Бүгінгі сабақта біз жанды жарқын данышпан Винченцо Беллиниге тоқталамыз. Керемет әндету деген мағынаға ие италиялық Белканто жайлы әңгіме басталғанда, оның төрінен Винченцо Беллинидің есімі әрқашан табылады. Ғажайып әуезді жазу дарынына ие Беллини тыңдаушылар құлағынан кіріп, бойын алар лирикалық әуендерді тудырған. Композитордың көзі тірісінде оның құрметіне арнайы медаль шығарылып, артқы жағында италиялық әуендер жасампазы деп жазылған. Опера тарихына есімі алтын әріптермен жазылған Беллини, Россини мен Доничетти сияқты ұлы италиялықтармен бір қатарда тұр. Винченцо Беллини 1801 жылдың 3 қарашасы дүниеге келген. Беллини әулеті бірнеше ұрпақ бойы музыка құшағында тербелген. Болашақ әйгілі опералар авторының атасы Винченцо Тобио композитор әрі органист болса, капелла жетекшісі әрі композиторлықпен айналысқан әкесі Розарио сицилиялық ақсүйектер Катани әулетіне музыка сабақтарын берген. Беллини отбасы аса әл-қуатты болмаса да, махаббат пен шығармашылық шабыт отаны еді. Винченцо Беллини балалық шағынан музыкалық қабілеттерімен көзге түседі және неаполитандық Сан-Себастьяно консерваториясында әйгілі ұстаз Дзингареллиден білім алған. Ол оқушыларына қатал болғанымен, Винченцоның ерекше музыкалық қабілетіне көңіл аударып, әуендерді жазуға кеңес береді. Консерваторияда Беллини болашақ досы Меркандатамен және болашақ өмірбаян жазушысы Флоримомен танысады. Оқу жылдары жас дарын иесі үшін өте жемісті болып, өзіндік музыкалық стилінің қалыптасуына ықпал етті. Басқа италиялық композиторларға қарағанда, Беллини сүйікті ұлттық жанр опера буффаға немқұрайлы қарайды. Өзінің тұңғыш туындысы консерваторияда дүниеге келген Адельсон мен Сальвини операсында композитордың лирикалық әуенге деген жақындығы айқындалады. Аталған опера аға замандас әріптесі Джоккино Россинидің жоғары бағасына ие болған. Консерваториядағы оқуын үздік тамамдаған Беллиниге керемет ұсыныс жасалып, патшалық театр үшін опера жазуға мүмкіндігі туындайды. Осылай Бианка мен Джернандо операсы дүниеге келген. Бианка мен Джернандо операсының табысынан кейін Беллинидің есімі елге кеңінен таралып, жаңа опералар жазуға ынталандырады. Миландық Ла Скала театрында «Пират» және «Жат елдік әйел» операларының премьералары үлкен табыспен өтеді. Шығармашылығының басында дүниеге келген осынау опералардың өзінде Винченцо Беллинидің айрықша стилі айқындала түсіп, ариялар мен вокализдер өте әуезді. Әртістер ойыны әуендетуге қатар сезімге толы. Опералардың әр қойылымы аншлагпен өтіп, талапты миландық көрермен басына көтерген жас автор сахнаның төріне қайта-қайта шақырылады. Осынау шаттық көңіл Беллиниді қатты шабыттандырады. Айта кететін жайт, Беллинидің опера жазудағы ниеттесі дарынды ақын әрі либреттист Феличе Романи болған. Олардың жарасымды шығармашылық жұбы өмірлерінің соңына дейін созылған. Алғашқы рет Венециялық Ла Фениче театрының сахнасында қойылған Капулетти мен Монтекки операсында да көрермен ыстық ықыласпен қабыл алған.
Жас Беллинидің туындыларында Италияда 19 ғасырдың 30 жылдары басталған ұлт азаттық қозғалысына сай отан сүйгіш ойлар белең алған. Сондықтан Беллини операларының премьераларында көбінесе патриоттық манифестациялармен басталып, ариялардың әуендерін театрдан тыс жерлерде, қала көшелерінде қарапайым халық әндетуді ұнатқан. 1831 жылы Миландық Каркано театрының сахнасында Беллинидің жаңа туындысы «Сомнамбула» операсы қойылады. Премьерасы триумфпен өткен «Сомнамбулада» ол өзіне ұнамды күйзеліс пен құштарлыққа толы лирикалық психологиялық тақырыбын жалғастырады. Сыншылар опера жайлы тек жақсы пікірлер білдіріп, композитор еңбегін шедевр сөзімен бағалаған. «Сомнамбула» гармониялық бірізділігімен, сюжетінің дамуындағы қисындылығымен және әуездігімен ерекшеленеді. Ол жаңа Белканто операсының үлгісі атанды. Беллини адам даусының табиғатын жақсы білген. Оның операларындағы ариялар әндетуге өте ыңғайлы. Олар кең тынысымен, нақышты әуенімен ерекшеленеді. Олар бекер әшекейленулерден алыс. Себебі композитор вокалдық музыка негізі виртуозды әсерлерде емес, адами сезімдерді шынайы жеткізуде деп білген. 1831 жылы Беллини есімін одан да көп жарқырата түскен «Норма» операсы дүниеге келеді. Алайда аталған операның алғашқы орындалуы сәтсіз өтіп, замандастар арасында суық қабылданады. Бұған қарамастан «Норма» операсының тағдыры табысты болды. Бірнеше көрсетілімнен кейін миландық көрерменнің қаһары қайтып, маэстроға ыстық ықыласын білдіреді. Винченцо Беллинидің «Норма» операсы әлемдік мәдениеттің классикасы саналады және ең көп орындалатын опералар қатарында. Аталған операны жазу барысында композитор өзінің бар дарынын ашып, ең үздік шығармашылық әдістер арқылы музыка мен сюжеттің толық үйлесімділігіне қол жеткізген. «Норма» операсынан «Каста Дива» ариясы жаһан бойынша сопраноға арналған үздік әрі күрделі партияларға жатады. Оны орындау барлық әншілер үшін емтиханнан өту іспеттес. Ең танымал «Норма» рөлін орындаушы Мария Каллас саналады. Және әнші оны 89 рет орындаған екен. «Сомнамбула» мен «Норма» операларының сөзсіз табысынан кейін композитордың даңқы одан сайын асып, Италия шеңберінен тыс жерлерге де жария бола бастайды. 1833 жылы композитор Лондонға сапар жасап, өз операларына сәтті дирижерлік еткен. 1834 жылы өмірінің соңына қарай Беллини Парижге көшеді. Мұнда ол италиялық опера театры үшін Вальтер Скоттың романы бойынша «Пуритани» операсын жазады. Өкінішке орай, бұл опера композитордың соңғы шығармасы еді. Операның премьерасы 1835 жылдың 25 қаңтары Парижде өтіп, француз мәдени өмірінде қайталанбас із қалдырған оқиғаға айналды. Операға жоғары баға берген Россинидің өзі, операның табысты болған соншалық, Беллини патша отбасымен кездесуге шақыртылып, құрметті легион орденімен марапатталады. Беллинидің өмір жолы аққан жұлдыздай жылдан болғанымен, небәрі 34 жыл өмір жасап, италиялық әндер жасампазы атанған композитор италиялық лирикалық драмалық опера дәстүрін жоғары деңгейге көтеріп, әлемдік опера тарихында қайталанбас із қалдырған тұлға. Композитор өмірден озғаннан кейін Парижде жерленген. Ондаған жыл өткен соң Беллинидің сүйегі композитордың туған мекені Катания қаласына көшіріледі. Беллини жазған опера саны бойынша Россини мен Доницеттиден кейін тұр. Композитор қаламынан 11 опера шыққан. Беллини өзінің әйгілі отандастарына қарағанда опера жазу жылдамдығы бойынша баяу болған. Оған себеп бір хатында келтіргендей жұмыс жасау әдісіне байланысты. Композитор әр туындысын жазудың алдында либретто мәтінін мұқият зерттеп, кейіпкерлердің психологиясын терең ұғынады. Сосын сезімдерінің сөздік әрі музыкалық өрнегін
өреді екен. Беллинидің композиторлық қабілетіне Чайковский, Глинка, Лист, Шопен, Вагнер, Гете сияқты көптеген ірі мәдени тұлғалар бас иген. Бұл Винченцо Беллинидің Европаның 19 ғасыр өнерінде алатын орнының көрсеткіші. Беллинидің отаны Катанияда опера театры композитор есімімен аталған. Атақты миландық Ла Скала театрының фойесінде Винченцо Беллинидің мәрмәр мүсіні орналасқан. Ал басты ескерткішті композитор өзіне өзі жасаған деуге болады. Бұл оның қаламынан шыққан және бүгінгі таңда әлемдік театрлар сахнасынан төрінен түспейтін ғажайып опералары. Енді сіздерге 3 сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ. Винченцо Беллини қандай опера жанрына немқұрайлы қараған? Екінші сұрақ. Мария Каллас көп рет орындаған Каста Дива ариясы қандай операдан алынған? Үшінші сұрақ. Беллини қанша опера авторы?